Сәлем достар, сіздермен бірге Эльмира Мәжитқызы. Бүгін каналымда жарты сағатта дайын болатын, өте ерекше, әрі жегенде өте дәмді ыстық тағам дайындайтын боламын. Алдымен тартылған етке жуа мен сәбізді қосып, дәміне қарай тұз бен қарабіршін қосып араластырып алдым. Одан кейін капустаны жуып, тазалап, түбіндегі қатты жерін кесіп тастадым. Және фарштың көлеміне қарай осылай бір-бірлеп өзіме керегін ажыратып алдым. Енді капустаның осындай қатты жерлерінің барлығын пышақпен кесіп алып тастап, барлығын дайындап алдым. Одан кейін енді арасына фаршты салып, жұқалап, барлығын жайып саламыз. Осы бір-бір қасықтан алып арасына салдым. Міне көргендеріңіздей барлығын жайып, өте жұқа қылып саламыз да, міне осылай бүктеп барлығын дайындап қоямыз. Міне дайын болды. Енді бізге 2 жұмыртқа керек болады. 2 жұмыртқаға кішкене ғана тұзды қосып араластырып аламыз. Және блинный пісіретін табаны қыздырып қойып, үстіне кішкене ғана сұйық майды осылай жағып шығамыз айналасына. Енді капустамызды жаңағы жұмыртқаға араластырып, 2 жағын батырып аламыз да, қызып тұрған табамызға саламыз. Табаға 2 жағын аударып отырып, қызартып пісіреміз. Барлығын осылай пісіріп алғаннан кейін, осы кезде біздің подливамыз да дайын тұрады. Қайнап. Барлығын пісіріп алдық. Енді қайнап тұрған подливалы сорпамызға осыны салатын боламыз. Капустамызды саламыз, арасы ашылып кетпейді. Барлығын осылай сорпаға батырып отырып салып, табамыздың қақпағын жауып қоямыз. Жарты сағатта дайын болады. Оған дейін свежий қызанақты, қиярды, жуаны турап, майонезімізді дайындап, қаймақ қоссаңыздар да болады. Барлығын дайындап алып, міне тамағымыз пісті. Осылай қылып әдемілеп берсеңіздер болады. Ас болсын.